Достар, бүгінгі тарих табандылық пен өнерге деген құштарлық туралы. Бұл Ануар есімді жігіттің тарихы. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені мұнда ең төменгі саттан бастап ең биікке жеткен адамның жолы бар. Ануар Жамбыл облысындағы шағын қалашықта дүниеге келді. Оның балалық шағы қиын болды, әкесі оны 3 жасында тастап кетті. Анасы Күлпаш апай жалғыз өзі баласын асырауға тырысты, бірақ ол өзі де ауыр науқасқа шалдықты. Ануар 9 жасында анасынан да айырылды. Оны туыстары әр жерге кезек-кезек тапсырып, ақыры ол балалар үйіне түсті. Балалар үйінде Ануардың өмірі оңай болмады. Ол тыныш, өз ойымен жүретін бала болды, көп сөйлемейтін. Бірақ ол асхана бөлмесіне барғанда қандай да бір жанданатын, ол тағамның иісін, оның дайындалу процесін бақылауды жақсы көретін. Балалар үйінің аспазшысы Сара апай кішкентай Ануардың асханада жиі жүретінін байқап, оған кішкентай тапсырмалар бере бастады. Көкөніс тазалау, ыдыс жуу, үстел жинау. Сен қолыңды жақсы қолданасың, балам, саған тағам дайындау берілген деп Сара апай оны мадақтайтын. Бұл сөздер Ануардың жүрегіне терең сақталды, себебі ол өмірінде алғаш рет біреуден сен жақсы бір нәрсе істей аласың деген сөзді естіді. Осы сәттен бастап Ануар асхана жұмысына деген қызығушылығын жоғалтпады. Ол Сара апайдың қасынан кетпейтін болды. 13 жасында Ануар алғаш рет өз бетінше қарапайым тағам, палау дайындап көрді. Сара апайдың басшылығымен ол күрішті дұрыс дайындауды, түйіршіктерін сақтауды үйренді. Балалар үйіндегі басқа балалар оның палауын жеп, "Мұны сен пісірдің бе, шын мәнінде дәмді екен" деп таңданғанда, Ануар өмірінде алғаш рет мақтаныш сезінді. 15 жасында Ануар балалар үйінен шағын демалыс алып, қалалық мейрамханада ыдыс жуушы болып жұмыс істей бастады. Аптасына 2 рет. Бұл жұмыс жеңіл болмады, ол күн сайын жүздеген ыдысты жууға, ауыр қалдықтарды тасуға мәжбүр болды. Бірақ ол бұл жұмысты ешқашан жек көрмеді, себебі ол мейрамхана асханасының атмосферасын, аспазшылардың жылдам, дәл қимылдарын бақылап, көп нәрсе үйренетін. Мейрамхананың бас аспазы Талғат ағай алғашында Ануарды тек ыдыс жуушы ретінде қарайтын. Бір күні аспазшылардың бірі демалыста болғанда, Талғат ағай Ануарды сынап көру үшін оған қарапайым салат дайындауды тапсырды. Ануар бұл тапсырманы таза, ұқыпты, дәмді орындады, тіпті рецепте жоқ шағын безендіруде қосты. Осыдан кейін Талғат ағай Ануарға асхана көмекшісі лауазымын берді. Ануар енді тек ыдыс жумай, көкөніс дайындауға, қарапайым тағамдарды пісіруге қатыса бастады. Ол әр минутын пайдаланып, аспазшылардың техникасын үйренуге тырысты. Кешке үйге қайтқанда, кітапханадан алған аспаздық кітаптарды оқитын. 16 жасында Ануар балалар үйінен шыққан кезде, оның алдында үлкен сұрақ тұрды: ары қарай не істеу керек? Ол колледжге түсуге қаражаты жеткіліксіз болғандықтан, толық күндік жұмысқа орналасуға шешім қабылдады. Талғат ағай оны мейрамханада толық ставкамен қалдырды. Ол енді асхана көмекшісі ретінде тұрақты жұмыс істеді, әрі кешкі курста аспаздық негіздерін оқыды. Дегенмен бұл кезең Ануар үшін өте қиын болды. Ол жалғыз тұратын, жалдамалы шағын бөлмеде өмір сүретін, жалақысы аз болғандықтан көбіне қарапайым тамақпен қанағаттанатын. Ол кешкі курстың ақысын төлеу үшін кейде тамақ ақысынан үнемдеп жүрді. Бірақ ол ешқашан аспаздыққа деген құштарлығынан бас тартпады. 18 жасында Ануар өз мамандығын жетілдіру үшін Алматыға көшуге шешім қабылдады. Ол Астанадағы бір танымал мейрамханада қарапайым аспазшы көмекшісі болып жұмысқа орналасты. Бұл жерде бәсеке әлде қайда қатты болды, көп жас аспазшы жақсы білім алған, шетелде тәжірибеден өткен еді, ал Ануардың артында тек балалар үйінің асханасы мен шағын қалалық мейрамхана тәжірибесі ғана болды. Алғашқы айларда Ануар қиын күндерді бастан кешірді. Кейбір тәжірибелі аспазшылар оны менсінбей, сен мұнда не істеп жүрсің, дипломың да жоқ деп кемсітетін.
Бірақ Ануар бұл сөздерге ашуланбай, керісінше әр күнін ең таза, ең мұқият жұмыспен, ешкімнен ерте келіп кеш кетумен өткізді. Ол әр тапсырманы асыл дүниедей орындады. Бір жылдан кейін мейрамхананың бас аспазы, әйгілі шеф Дидар мырза Ануардың табандылығын, оның тағамға деген терең сезімін байқады. Ол Ануарды өз қанатына алып, оған күрделірек тапсырмалар бере бастады. Сенде дипломың жоқ шығар, бірақ сенде нағыз аспазшыда болуы керек нәрсе бар, сен тағамды жүрегіңмен сезінесің деп Дидар мырза оған айтты. Дидар мырзаның қолдауымен Ануар жаңа техникаларды, әлемдік ас үй дәстүрлерін үйренді. Ол қазақтың дәстүрлі тағамдарын заманауи стильмен қайта ойлап шығаруға қызығушылық танытты. Ол бешбармақты, палауды, гуырдакты жаңа формада, әдемі безендіріп ұсынуды үйренді. Бірақ дәстүрлі дән сақтап қалды. 23 жасында Ануар алғаш рет республикалық аспаздық конкурсқа қатысты. Ол өзінің жаңашыл, бірақ дәстүрге негізделген тағамдармен, ерекше презентациясымен жюриді таң қалдырды. Ол бұл конкурста 3-ші орын алды, бұл оның алғашқы үлкен танылуы болды. Осы жеңістен кейін оның аты аспаздық қоғамдастықта танымал бола бастады. Дегенмен жол оңай болмады. Бір жылы Ануар жаңа мейрамханада бас аспаз көмекшісі лауазымына өтті. Ануар қайтадан жұмыссыз қалды, оның жинаған аз ғана қаражаты да таусыла бастады. Бұл кезең оның үшін тағы бір қиын сынақ болды, ол өз мамандығынан күдіктене бастады. Осы қиын кезде Дидар мырза оған қайта қол ұшын берді. Ол Ануарды өзінің жаңа ашылатын мейрамханасына бас аспаз көмекшісі ретінде шақырды. Сен мықты аспазсың, тек сенің жолыңда әлі кедергі көп. Бірақ мен саған сенемін деп Дидар мырза оны демеп қуантты. Жаңа мейрамханада Ануар өзінің толық потенциалын көрсете бастады. Ол мейрамхананың мәзірін дамытуда белсенді рөл атқарды. Оның қазақ тағамдарын заманауи стильде ұсыну идеясы мейрамхананың басты ерекшелігіне айналды. Мейрамхана тез танымал болды, оған қала тұрғындары ғана емес, шетелдік туристер де келе бастады. 27 жасында Ануар өзінің алғашқы шағын мейрамханасын ашуға шешім қабылдады. Ол көп жылдық жинағын, әрі банктен алған шағын несиесін біріктіріп, орталықта кішкентай 20 орындық мейрамхана ашты. Ол мұны дала дәмі деп атады. Бұл атау оның балалық шағының, оның тамырының құрметіне қойылған еді. Алғашқы жылы мейрамхана қиындықпен күресті, жарнамаға қаражат жеткіліксіз, бәсекелестік қатты болды. Ануар өзі аспаз, өзі менеджер, кейде өзі даяршыда болып жұмыс істеді. Күн сайын 16 сағаттан астам еңбек етті. Бірақ оның тағамдарының сапасы, ерекше дәмі бірте-бірте өз тұтынушыларын таба бастады. Әлеуметтік желіде тұтынушылардың бірі Ануардың тағамдарының суретін жариялап, оның тарихында қоса жазды. Балалар шыққан, шу болып. Бұл жазба тез таралып кетті, көптеген адам оның мейрамханасына арнайы келе бастады. Ануардың мейрамханасы бірнеше ай ішінде қаладағы ең танымал орындардың біріне айналды. 30 жасында Ануар халықаралық аспаздық конкурсқа қатысуға шақырту алды. Ол Дубайда өткен ірі кулинарлық жарыста қазақ тағамдарын ұсынып, күміс медаль жеңіп алды. Бұл оның еліне, оның тамырына деген құрметінің дүниежүзілік деңгейде танылуы еді. Ол сол жарыста берген сұхбатында: "Мен балалар үйінде ыдыс жуушы болып бастадым. Мен сол жерде түсіндім, қандай тапсырма болса да, оны жүрегіңмен орындасаң, ол сені алысқа апарады" деп айтты. Осы жеңістен кейін Ануардың мейрамханасы бірнеше филиалға кеңейді. Ол шетелдік аспаздық журналдарға сұхбат берді, әлемдік аспаздық фестивальдерге шақырылатын болды. Бірақ ол ешқашан өз тамырын ұмытпады. Ол әр жылы туған қалашығына барып, жергілікті балалар үйіне барады. Балаларға ас пісіреді. Ануар балалар үйіндегі балаларға арнайы стипендия бағдарламасын құрды. Ол аспаздыққа қызығушылық танытатын балаларды тауып, оларға оқу ақысын төлеп, өз мейрамханасында тәжірибе беруге мүмкіндік жасайды.
Мен білемін, ешкімнің сені сенбеген кезде бір адамның сеніміне мұқтаж болу қандай сезім екенін. Мен сол сенімді басқа балаларға да сыйлағым келеді дейді ол. Сара апай, оның балалар үйіндегі алғашқы ұстазы, Ануардың жетістігін көруге жарады. Ол қазірде зейнеткерлікте, бірақ Ануар оны әрдайым ұмытпайды. Қаржылай көмек көрсетіп келерде оны шақырады. Сен маған көмектесіп жатырсың, бірақ шын мәнінде сен маған ешқашан бермеген нәрсені бердің, өз балаңдай сезіндім дейді Сара апай. Дидар мырза, оның екінші ұстазы, қазір Ануардың серіктесі ретінде жаңа жобаларда бірге жұмыс істейді. Олар бірігіп қазақ тағамдарын әлемге таныстыратын аспаздық кітап шығаруды жоспарлап отыр. Ануар өз отбасында құрды, ол Динара есімді мейрамхана менеджері болып жұмыс істейтін қызбен танысып үйленді. Олардың бір қызы бар. Ол қызына әрдайым: ешкімнің саған сенбегені маңызды емес. Маңыздысы сенің өзіңе қаншалықты сенетінің деп үйретеді. Бір сұхбатында журналист Ануардан: сізге ең қиыны не болды? деп сұрағанда ол былай деп жауап берді: ыдыс жуу емес ең қиыны. Ең қиыны ешкімнің маған сенбегені, менің дипломым жоқ болғандықтан кемсітілуім еді. Бірақ мен түсіндім, қағаз дипломың жоқ болса да, қолыңдағы шеберлік пен жүрегіңдегі құштарлық ешкімнен кем емес. Достар, Ануардың тарихы бізге маңызды нәрсені үйретеді, табысқа жету жолы әрдайым дәстүрлі емес. Кейбір адамдар университеттен басталады, ал кейбіреулер ыдыс жуудан. Бірақ маңыздысы қайдан бастасаңыз да, қаншалықты құштарлықпен, табандылықпен жалғастыратыныңыз. Егер сіз де қазір мен тым төменнен бастадым, ешқашан жоғары бармаймын деп ойласаңыз, білесіз бе, Ануар да дәл сол жерден бастады. Ыдыс жуушыдан әлемдік деңгейдегі аспазға дейінгі жол, бұл мүмкін еместей көрінеді, бірақ ол мұны жасады. Видео сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, өйткені алдағы уақытта тағы да көптеген шабыттандыратын тарихтар күтіп тұр. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар, достар. Ануардың тарихына қайта оралайық, себебі мұнда әлі айтылмаған кейбір маңызды сәттер бар. Оның алғашқы мейрамханасын ашу кезінде ол банктен несие алуда үлкен қиындыққа тап болды. Банктер оның тұрақты табыс тарихы жоқ, кепілдікке қоятын мүлкі жоқ жас жігітке несие беруге қорықты. Ол бірнеше банкке құжат тапсырып, ақыры бір шағын банк оның бизнес жоспарын мұқият қарап несие берді. Динарамен танысу тарихы да қызық болды. Олар мейрамхана ашылғаннан кейін бір жылдан соң Динара сол мейрамханаға жұмысқа орналасқанда кезді. Мен оның тағамдарын жеп, оның артында қандай оқиға тұрғанын білместен, тек оның қаншалықты ұқыпты, жауапты екенін көрдім. Кейін оның тарихын білгенде, мен оған тіпті көбірек тәнті болдым дейді Динара. Осы тарихтың терең мәні мынада: біздің бастапқы жағдайымыз, дипломымыздың бар жоғы, отбасымыздың жағдайы, бұлардың бәрі маңызды факторлар, бірақ нағыз маңыздысы біздің әр тапсырманы, қаншалықты кішкентай болса да, қалай орындайтынымыз. Ануар ыдыс жууды да, көкөніс тазалауды да жүрегімен жасады, сол себепті ол алысқа жетті. Достар, бұл тарихты тыңдағаныңызға көп рахмет. Лайк басып пікір жазып бөлісіңіз. Арнаға жазылыңыз, келесі бір қызық тарихпен көріскенше аман болыңыздар.